Бұрын сауда қызып малайдаған жұрт интерескен болалаң, бүгінде бос. Қарабұлақ мал базары қаңырап тұр десе де болады. Себебі біреу, ет экспортына шектеу. Сауда вообще нөл сауда. Мәне бір жай жатқан маллар бар, мінерде 20 күн болған, сәпсем сауда жоқ. Ет өтпей атыр, ет төмен болып кетті. Жем шөп қымбат, сәпсем базар нөл. Базар сәпсем нөл болып кетті. Біздің ойымыз және де мына мемлекеттің бағдарламасы ет экспортқа шығару керек еді. 60 мың тонна ет экспортқа шығарамыз деп, біз сол мемлекеттің бағдарламасына жұмыс жасадық, несие алдық, мал алдық. Ал енді қазіргі барлығы етек жеңіміз жиналған кезде айдың күн аманында алып экспортты жауып тастады біріншіден. Жарайды, ол жабыла берсін. Ал экспортты жапқандағы мақсат еттің бағасын түсіру. Еттің бағасы қазіргі біз 3,5 мың теңгеден сатқан кезде базарда 5 мың теңге болды. Базардағы еттің бағасы. Ал енді қазір 3,200 теңгеге еттің бағасы түсіп кетті. Базарда 5,200 теңге. Қалай сонда?